Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де, жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым, хәлің қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзің қалай тұрасың?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі: «Әй достым, қазір заман бұрынғы заман емес, жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген» дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтыңызшы, естісін» дейді. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасың, түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе?» дейді. Түлкі: «Кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар» дейді меңгірлеп.